Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжанар. Бүгін өте дәмді, өте жұмсақ сметаник пирогын дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте қарапайым. Бір жасағаннан шығады. Және де мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоларымды алғаш болып көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал енді бастайық. Мына жерде менде 250 грамм ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Осыған бір шай қасық қопсытқыш қосамыз, араластырып жібереміз. Енді мұны ыдысымызға саламыз. Және де осының үстіне 150 грамм салқын майды саламыз. Міндетті түрде май салқын болу керек, яғни холодильниктен шыққан болу керек. Осының үстіне 100 грамм құмшекерді қосамыз да барлығы біркелкі болғанша үгітеміз. Міне осындай крошка тәрізді біркелкі масса шығады. Енді осының үстіне бір жұмыртқаны қосып қамыр илейміз. Бір жұмыртқадан артық жұмыртқа қоспаңыздар. Барлығы бір-біріне біріккенше қолымызбен илейміз. Міне осындай бір-біріне жабысып, қамыр болып шығады. Енді мұны пищевая пленкамен орап, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Міне менде 30 минут тұрды. Енді біз табан дайындаймыз. Мен бұл жерде кальций пайдаландым, яғни кальцияны фольгамен орадым. Осы кезде пешті қыздырып қойсаңыздар болады. Мен 160 градуста шамамен 40-50 минут пісіріп алдым. Қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін үлкендеу қылып бөліп алыңыздар. Міне осы үлкен бөлігін бір тегіс қып орналастырып шығамыз. Осылай пирогтың астын жасап алғаннан кейін енді екінші бөлігімен пирогтың жан-жағын жасаймыз. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін осылай алдымен жасап аламын. Барлық қамырды осылай тегістеп шықтым. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ керек, құмшекер керек, және де 3 жұмыртқа керек болады. Ең әуелі қаймақты ыдысымызға салып аламыз. Және де осының үстіне құмшекерді қосамыз. 3 жұмыртқаны қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Өте көп араластырмаңыздар, шамамен жарты секунд, 1 минут қана араластырыңыздар. Көп араластырып жіберсеңіздер, онда бұл сұйық болып кетеді. Араластырып болғаннан кейін табаға құямыз. 160 градуста 40-50 минут пісіреміз. Пісіру уақыты өздеріңіздің пештеріңізге байланысты. Міне осылай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.